мына Шымкенттің жігіттерін жаман сөздерді көп айтады дейді. Сондықтан да мен бүгіннен бастап шештім. Мен жаман сөзді мүлдем айтпаймын. Дәке, жаман сөзді айтуға тура келетін жерлерде болады. Ондайды ма жақсы сөздерге алмастыра салам. Мысалға. Мысалға Шымкенттегі Қатын көпір деген жер. Қыз көпір дейсің? Ала Шымкенттегі Қошқарадан. Қамбарата дейсің? Болыпты. Мына өзіміздің Алматыдағы Сайна көшесі дейміз. Жігіттер, біз Алматыдағы Сайна көшесін кітапхана деп аламыз. Дәке, мен кітапхана мен Сайнаның ешқандай ұқсастығын көріп тұрған жоқ. Жігіттер өздері ойланды. Сайна көшесін кітапхана деп алдық па? Сол Сайна көшесінде тұратын қыздардың бәрін кітаптар деп аламыз. Көздеріңе елестетіңдер. Кітапханаға кіріп келдіңдер. Алдынан кітапхана шығады. Сәлеметсіз бе? Сізге қандай кітаптар керек? Қазақша кітаптар ма, әлде орысша кітаптар ма? Әлде мына Өзбекстаннан келген 87-ші беті ашылмаған свежий кітаптар керек па дейді. Шертіп тұрып таңдайсың ғой. Ол нүйші дәке. Кеше кітапханаға кіріп қалсам, ана Чеңіз хан деген айран би әнші бар емес па? Сол терлеп тепшіп кітап оқып отырған. Жігіттер, мен бір ақыл айтып кетейін сені. Кітап оқығылары келіп өліп барасыңдар ма? Аптекаға барып көздеріңе очки сатып алып оқыңдар. Ауру өлесіңдер. Жігіттер, ол бәрі қойыңдаршы. Баяғыда кішкентай кезіңізде, кітап оқымайтын кезіңізде. Кітапты оқымай жай ғана суреттерін көріп қойсылап кеттік. Шыны керек, әлі сондайсың ғой? Сондаймын. Оны қойыңдаршы. Александр Сергеевич Пушкин емес па? Бір кітап кем олғанды өлге түсіп өліп кеткен ғой. Жігіттер, оны қойыңдаршы. Ана Троя киносын айтсаңдаршы. Байғұс бір кітапты ұрлап оқимын деп бүкіл Троя қырып кетті ғой. Жігіттер, осымен бір нәрсені түсінбеймін да. Байырғыда ата-бабаларымыз кітапты қалай оқыған екен? Дәке, қазір айтып берем. Ата-бабалар күндіз соғыста, кешке соғыстан үйге шаршап келеді. Үй ол кезде білесің, киіз үй іші толған бала-шаға кітап оқитын жер жоқ. Түнге қарай бала-шағаны ұйықтатып, ана кітапты қолтыққа қысып, қырдың басына барып, таңға дейін айдың жарығымен оқыған ол кезде. Жігіттер, кеше мен 73-ші жылғы бір кітапты оқыдым. Болмайды екен. Неге шыңғыс? Парақтар! Шыңғыс, оны қойшы. Мына сосед үйіне Айман Шолпан деген жаңа кітап кепті. Айманын оқыдым. Шыңғысын оқи алмаймын. Шолпан. Шолпан оқымадың ба? Оқымадым. Шолпан мен оқыдым. Қалай екен? Мынандай. Баржа. Қалай екен? Мен қозы көрпеш Баян Сұлу деген кітап оқыдым ғой. Өлі Самате, Баян Сұлуын оқуға болады, еркекпіз ғой. Қозы көрпеш қалай оқып жүрсің не? Байқамай қараңды оқып қойып мен. Жігіттер, мен бір ана кітабым бар еді ғой, мәпелеп, аялап ұстап жүрген. Шынымды айтайын, оқитын ойым болған жоқ. Кеше абайсызда оқып қойды ме? Соменен. Сөйтіп папасы кеп мен оқыды ғой.